Дила Мушфидобис. Қайырлы таң. Грузияға қош келдіңіздер. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге бақытты жүрек бағдарламасы. Не болып кетті ойлаған шығарсыздар? Кеше, бүгін, алдыңғы күндерде сіздермен бірге әр ел жайлы өтетін боламыз. Осы күндерді біз отбасыға арнағымыз келеді. Неге отбасы? Отбасы күн деп айтамыз. Өйткені отбасыда көптеген қарым-қатынасты керемет қылып, енді гүлді су қараған кезде керемет деп гүлдеп өседі ғой. Сол секілді отбасыны керемет қылып гүлдетуге болады. Біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, лайкты басуды ұмытпаңыздар. Ұнап жатса бағдарламаларымыз комментарияға пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сонымен Дила Мушфидобис. Грузия жайлы қызықты фактілер. Бұл кішкентай. Сондай қарапайым кішкентай ел. Өзінің керемет табиғатымен ғана емес. Сонымен қатар ерекше әдет-ғұрыптарымен, мәдениетімен де таң қалдырады. Қара теңіз жағалауынан Кавказ шыңдарына дейін ол өзінің сұлулығымен таң қалдырады. Грузиндер өз елін Сакартвело деп атайды. Бұл атау қазіргі Грузия аумағында өмір сүрген халықтың атауынан шыққан картвельцев. Ауызекі грузин тілі бірегей. Әлемдегі ешкімге ұқсамайды. Ол жеке тіл тобына жатады. Және көрші халықтардың, армяндардың, әзербайжандардың және басқалардың тілдеріне қатысы жоқ. Грузин тілінде еркек пен әйел жоқ. Жыныс тек контекстен анықталады. Болмаса, біздерде де айналамызда енді орыс тіл бар ғой. Орыс тілде ер адамды он дейді. Әйел кісіні ана дейді. Сол емес пе? Ал бізде қазақ тілге де ұқсап кетті жаңағы Грузияның тілі. Бізде әйел кісіні болмаса ер кісіні белгілеу үшін енді олай орыс тілдегіндей он или ана деп айтпаймыз ғой. Біз ол кетті, анақа кетті деп. Болмаса атын айтамыз сол кезде ол әйел болмаса ер адам екенін білдіретін сөздерді айтамыз. Сонымен грузин жайлы қатар алфавитте 5 әріптер жоқ екен. Тағы бір қызықты жергілікті мүмкіндік көп пәтерлі үйлердің көпшілігінде ақылы лифт. Ойлап көріңіздерші. Бірінші қабаттан, екінші болмаса қалаған өзіңіздің қабатыңызға, болмаса біреуге қонаққа келдіңіз деп ойлаңыз. Көтерілу үшін лифтпен ақы төлеу керек. Сіз бұндай сұмдықты кездеспедіңіздер. Лифтпен көтерілу үшін ақы төлеу керек. Мен мұндаймен кездескенмін. Осыдан 8 жыл бұрын ғой деймін. Жолдас баламның тойына барғам Астанада. Сонда мұндай жағдай кездескен. Бірақ одан басқа алдында да кездеспегенмін, одан кейін де кездеспегенмін. Жаңағы Астанада достарымыздың пәтерлерінен де есімде жоқ. Қай қабатта екенін, бірақ көтерілетін кезде арнайы өздерінің бір магниттері бар екен. Болмаса карточка ма, нақты есімде жоқ. Соған алдын ала ақша аударып қояды екен, сөйтіп оны қолданады екен. Бір көтерілу 10 теңге ма, сондай. Есімде жоқ нақты. Бірақ енді ақылы екенін білемін, достар. Ойлап көріңіздерші. Сонымен грузин еліне қайтып келетін болсақ, оралып, грузин үстелінің міндетті атрибуты жасыл табақ. Сіздер Грузия деген елді естіген кезде бірінші ойларыңызға не келеді? Пікірлеріңізді комментарияға жазып кетсеңіздер, достар. ЮНЕСКО грузиндердің ұлттық әндері мен билерін әлемдік мәдени мұра ретінде мойындады. Ақырында ең дәмді. Грузин тағамдары әлемдік ең бай тағамдардың бірі болып саналады. Мұнда ірімшіктердің, ойлап көріңіз, қанша түрі бар? Бізде, болмаса біздің елде, ірімшіктің қанша түрі бар? Грузиндерде 250-ден астам түрі бар екен, масқарат. Сондай таң қалдыратын анықтама. Сол емес пе? 250-ден астам түрі бар ірімшіктің. Енді отбасылық дәстүрлерге келетін болсақ, грузиндік отбасылық байланыстар өте күшті. Отбасыларда алыс және жақын туыстарға бөліну жоқ. Олар барлықмен тығыз және жылы қарым-қатынаста. Қонақжайлылық дәстүрлері грузин мақал мәтелінде жақсы көрінеді. Әрбір қонақ Құдайдың сыйы. Ойлап көріңіздерші. Егер грузин қонақтарды қабылдаса, онда тамақ көршілерде
көптеген туыстар да қатысатын банкетке айналады. Әрине, жана алдында сұрақ қоя кеттім ғой. Грузия деген кезде ойларыңызға не келеді деп. Көбінің ойына грузиндік ұлттық тағамдар ойларына кіреді, елестейді. Кейбірлерге енді шараптар түрлі түстері кіреді. Өйткені біздің ортада айналада жиі олар қолданылады. Енді шарап ол адамның өзінің таңдауы. Құдайдың алдында кейін барлығымыз жауап береміз ғой. Біреулер ойлайды, шарап енді вино дейді ғой орысшасы. Қызыл шарап ол адамның денесіне пайда әкеледі деп. Әрине, әр адамды мас қылатын сусын ол харам болып есептеледі екен. Сондықтан біз абай болайық. Жаратушы бізге өзінің ерекше батасын берсін, ақыл ой берсін. Отбасыға келген кезде, отбасының денсаулығы мықты болу үшін, және де өзіміздің қарапайым денсаулығымыз жақсы болу үшін ол бізге ақыл ой берсін. Не қолдану керек, не ішу керек, не жеу керек. Бүгін сіздерге тапсырмамыз бар. Бүгін сізде көрші күн болады. Мүмкін болса, көршілердің біреуді қонаққа шақырыңыз. Сіз сондай-ақ дәмді нәрсе пісіріп, немесе дайындауға мүмкіндігіңіз бар. Солай емес пе? Үшіншіден, сіз сондай-ақ күлімсіреу флешмобын өткізе аласыз. Жарнаманы басып шығарыңыз және ауылда немесе айналаңызда кіреберістерге іліп қойыңыз. Болмаса, үлкен қабатты үйде тұрсаңыз, подъезге іліп қойыңыз. Достар, сіздерге сәттілік, қарым-қатынастарыңыз жанұяда өте мықты, керемет болсын. Біздің алдында айта кеткенде бағдарламамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Мінекей, бүгін сіздермен бірге біз керемет Грузия елі-жайлы тақырыпты өттік. Ертеңгі тақырыпты өткізіп алмаңыздар. Ол үшін біздің жаңа подписканың жаңа қоңырауды басып қойсаңыз, біздің бағдарламалар шыққан сайын сіздің алдыңызға YouTube'да белгілеп тұрады жаңа тақырып шыққаны жайлы. Сонымен ертең сіздермен бірге үшінші тақырып десек болады, отбасы күнге арналған Италия жайлы. Сұрақтарыңыз болса, қосымша ақпарат керек болса, бейнежазбаның бетінде WhatsApp нөміріміз ұсынылған, және де бейнежазбаның астында сілтеме бар WhatsApp арқылы. Соған өтіп, бізге тікелей жазсаңыздар болады. Және де alkitab.media деген сілтеме бар, сонда қарапайым керемет тақырыптар бар, соларды өтсеңіздер болады. Бізбен болып, бізге бағалы уақытыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Келесі жолға дейін ертеңге дейін сау, саламатты болыңыздар.